Соңғы 10-15 жылда Орта Азия және ТМД аумағында тәңіршілдік тақырыбына қызығушылық айтарлықтай артып, неотәңіршілік бағыттар қайта жандана бастады. Қырғызстан, Қазақстан, Қарақалпақстан, Татарстан елдеріндегі неотәңіршілдік, бақсылық көріністері ислам дінінің ұстанымдарымен синкрентті бірігіп, араласқан түрінде көрініс тапса, Буратия, Алтай, Туба, Монғолия елдердегі тәңіршілдік ламаизм сеніммен біріккен синкрентті нұсқада көрініс тапқанын байқауға болады. Ендеше Тыва еліндегі тәңіршілік туралы баяндаймыз. Тува халқы ұстанатын тәңіршілдік, шамандық, бақсылық туралы ақпараттарды ұсыну себебіміз, бұл халықтағы тәңіршілік сенімі өзге халықтардың неотәңіршілік ұстанымдарына қарағанда көне сенімдерге анағұрлым жақын саналады. Тува халықтары Ресейдің екі аймағында, Краснояр өлкесінің Ус ауылы мен Тыва республикасында мекендейді. Ресейден бөлек Монғолияда Баян-Өлгей мен Хубсугул облысында және Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында аз кем тувалықтар тұрады. Зерттеушілер еңбектерінде Тува аймағында тәңіршілдік пен шамандық үнемі қатар айтылады. Мұнда тәңіршілдік жалпылама дүние таным сенім жүйесінің жалпы атауы. Ал шамандық кәсіпқой тылсым күшпен байланыс орнатушы ерекше адамның өзіне ғана қатысты ерекшеліктер мен іс-әрекеттер саналады. Яғни әрбір адам тәңіршілдік сеніміне ере алады, бірақ адам шамандық іс-әрекеттерді атқара алмайды. Жалпы тәңіршілдік сенімі, ол түрлі оқиғалар мен дағдарыстар салдарынан үнемі өзгеріске ұшырап, жаңғырып отырады. Мұны посткеңестік кезеңдегі Туваның қоғамдық өмірінде болған оқиғалардан анық көруге болады. Тувалық тәңіршілдіктің басты тұлғасы шаман. Бақсылар қауым мүшелерін тылсым әлеммен байланыстыратын, ежелгі әдеттер мен ғұрыптарды, тылсым әдеттерді, халықтық дәстүрлерді орындаушы. Дәстүрлі қоғамда бақсының атқаратын негізгі қызметтері емдеу, кәсібіңізге табыс шақыру, бақытсыздықтың алдын алу, жоғалған адамдар мен заттарды табу, өлгендердің рухын ақырет әлеміне шығарып салу, болашақты болжау болып табылады. Дәстүрлі тәңіршілдіктің бақсысы өз қауымына қызмет етіп қана қоймай, оның рухани көшбасшысы саналады. Сондықтан оның қауым өміріндегі әлеуметтік рөлі өте зор болды. Бақсылық кейде тәңір тарапынан таңдалған адамға берілетін ерекше сыйлық саналады. Егер арғы тегінде бақсылық болған болса, онда бұл қасиет қаны арқылы ұрпақта міндетті түрде беріледі. Егер бақсының ұлы немесе қызынан бақсылық дарын байқалмаса, бұл сабақтастықтың үзілгенін білдірмейді. Болашақ ұрпақтың бірі осы қасиетке ие болары сөзсіз. Бұл туралы Потанин, бақсы болатын адамның бақсылыққа бейімділігі ерте жастан сезіле бастайды. Кейде ауырып, кейде орынсыз ашу ызаға беріледі, кейде сандырақтайды деп жазады. Бақсы рәсім барысында түрлі дыбыстарды естиді, әуелі аздап дірілдейді, тыныс алуы жиілейді, қаттырақ дірілдейді, көздері алаяды, орнында секіріп, бір бағытта асығыс айнала бастайды. Мұндай әрекетті өз еркімен тоқтатқандар да, өз еркімен тоқтата алмайтындар да болады деп суреттейді Потанин. Бұдан әрі Потанин өз жазбасында әйел бақсының зұлым күштермен қалай байланысып, қалай алысқанын тәпіштеп суреттейді. Бұл Элегес аймағында 20 ғасырдың басында болған оқиға еді. Бақсы әйелдің қасында күйеуі көмекші болды. Ол оның киінуіне, бубен аспабын отқа кептіруге, арша жағуға көмектескенін баяндай келе, бақсының рәсімге алғаш рет ашу ызамен кіріскенін көрдім. Ол рәсім барысында өте көп айналды. Содан кейін ол жерге құлады. Тамашалап отырғандар бір ауыздан, «Ой, бейшара!» деп дауыстады. Құлап бара жатып бақсы ошақ тасына басын соғып ала жаздады. Жерде жатқан бақсы денесі құрысып, ыңырси бұралып, ошаққа төселген қыздырылған тастарды тістеп кемірмек болды. Ал күйеуі оны тоқтату үшін басынан ұстады. Осылайша бақсы руластарын мазалап жүрген зұлым рухты ақыры қолға түсіріп, руын сақтап қалды деп жазды. Неміс зерттеушісі Менкен Хельфеннің еңбегінен де бақсылық дәстүр туралы қызықты мәліметтер бар. Бұл 1929 жылы Жоңхемчи Кожуын Хондергей ауылында болған. Бір кішкентай қыз ауырып жатқан үйге жас бақсы шақырылады.
Менхен-Хелфен бұл әрекетті былай сипаттайды. Бақсы бубен аспабын соғып, жалынып аруақтарды шақырады. Бірнеше рет есінен танып құлап, қайта тұрып, бубен соғуды жалғастырды. Оның соққылары өте күшті болды. Шаман терлеп көзін жұмып, рәсім арасында шай ішіп темекі тартып отырды. Осылайша ол баланың ауыртқан әруақпен байланыс орнатты. Ол әруаққа темекі шегеміз, арақ шейік, менімен бірге атқа мініңіз, бірге пальтонды бөлісеміз деген сөздер айтқан. Біраз уақыттан кейін бақсы науқас қыздың атынан әруаққа жалынып, мен анамның жалғыз қызымын. Ана сүтін әлі татқан жоқпын, шешемнің төсінде жатқан жоқпын, менде қан жоқ, денем арық, қабырғам шығыңқы, бетім салбырап кетті, ештеңе жемеймін деген сөздер айтты. Сөздің мағынасы мен кедеймін, бақытсызбын. Маған тиіспеші деген мағынада еді. Ақырында бақсы баланың денесінен ауыртушы әруақты шығарып, тұзаққа түсіріп, оны бубен аспабына уақытша салу үшін қыздың үстіне бубенді қояды. Әруақ бубенге кірген бойда үйден шығып, бубенді төңкеріп, әруақты қуып жібереді. Осылайша рәсім аяқталды. Шаман киіз үйге оралып, шапанын, бас киімін шешіп, біраз тыныш отырып, терең демалады, сосын қызды анасына тамақтандыруға береді. Бірқатар зерттеушілер, ламаизм мен тәңіршілдік арасындағы қайшылық тек бастапқы кезеңде болған, кейін мүлде қарсылас идеология болмаған деп санайды. Тіпті күнделікті өмірде тәңіршілдік пен ламаизм өкілдерінің бірігуі байқалған ламалар мен шамандар арасында некелерде орын алған. Мұндай үрдіс тек тувалықтар ғана емес, моңғолдар мен буряттар арасында да кең таралған. Бұл жайлы Леонов нақты бір деректі келтіреді. Тапса өзенінің сағасында бір ламаны кездестіреді. Оның әйелі сол аймаққа әйгілі шаман екен. Дьяконова, Жунхемчик өңірінде тұратын белгілі шаман Мәтпа Оңдар ламаға үйленіпті. Ол қайтыс болғаннан кейін бақсыларға тән әдет-ғұрып бойынша жерленген. Бірақ сонымен бірге оның жерленген орнында ламаизм культтік заттары болған дейді. Тіпті халық арасында Бұрхан хам, яғни Будда шаман деп аталып кеткен арнайы діни қызметкерлері бар екенін айтады. Олар бір мезгілде лама мен шаман қызметін қатар атқарған. Бұл деректер басқа елдерде, Бурятияда, Моңғолияда, Тибетте жиі кездеседі екен. Кеңес үкіметі кезінде барлық діндер үшін қайғылы қудалау болғаны секілді лениндік атеизм туа діни құндылықтарында тоқырауға ұшыратты. Алайда жекелеген шамандар қоғам ортасында ғұмыр кешті. 1991 жылы КСРО ыдырағаннан кейін тувалық шамандық тәңіршілдікті қайта жандандыруға бет алды. Шамандыққа қатысты тарихи культтік орындарға барушылар көбейді. Қоғамда өзін шаман тәңірші деп атаушылардың саны артты. Шамандар құс қанаттарын, доңыздың тісін, аюдың тырнағын көмекші рухтардың белгісі деп таныстырды. Шамандар болашақты болжау, ауруды емдеу, үйдегі жаман рухтарды қуу сияқты қызметтерді атқаруға кірісті. Тува аймағындағы заманауи тәңіршілік жайлы келесі видеода толық айтып береміз. Видеоға лайк басып қолдап отырыңыздар.